Сәлем достар баршаңызға. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын пончиктің рецептімен бөліспекшімін. Ол үшін жылы сүтке қант қосып араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң ашытқымызды салып, оны да араластырамыз. Одан соң бір жұмыртқаны жарып саламыз. Кейін ерітілген майды құямыз. Барлығын жақсылап араластырып, жұмсақ етіп қамырлейміз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп қосу керек. Қамырлеп болған соң жылы жерге қойып қоямыз. Мінекей қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырды екі бөлікке бөліп жаямыз. Қамырдың қалыңдығын қатты қалың да емес, жұқа да емес, бауырсақтың қамырындай қылып жаямыз. Ал енді осы қамырымыздан дөңгелек пішіндер ойып шығамыз. Дөңгелек пішіндерінің ортасын кішкене ойықшалар жасаймыз. Дайын болған пончиктерімізді қызып тұрған отта қуырып аламыз. Пончиктің бетіне глазур дайындаймыз. Ол үшін шоколад пен сары майды баяу отта ерітіп аламыз. Пончиктердің бетіне шоколадты глазур жағып, қалауымыз бойынша сәндей береміз. Мен пончиктерді жаңғақ үгітіндісімен, кокосовый стружкамен және сгущенное молокомен сәндеп шықтым. Барлығын жасап болған соң шоколады қату үшін мұздатқышқа бір салып аламыз. Менің балаларыма өте қатты ұнады. Сіздерге де жасауға кеңес беремін.